Бүйректе ерімейтін тұздардың қалыптасуынан пайда болатын аурулар. Жалпы бізде бәріміз білеміз, что бізде бүйрек маңызды бізде зәр шығару жолы. Именно осы кезде сізде маңызды. Бүйректің аурулары бізде бірінші қараш цистит деп тұр. Цистит бұл сізде қуыққа суық тию, қуықтың қабынуы, пиелонефрит. Бұл бізде нефритқа дейінгі. Пиелонефрит болады. Бұндай болады болса, зәрді қуықта ұзақ сақтағаннан болатын ауру, зәрді ұзақ сақтау деп қоям. И сізде ол зәрді ұзақ сақтағаннан бізде бүйрекке бізде бактерия солардың бәрі бізде жиналады. Бұл сізде пиелонефриттер. Энурез бізде кішкентай балаларда бізде түнде жиі зәр шығару, бізде зәрді ұстай алмау. Зәрді ұстай алмау. Кішкентай балалар мысалы бізде түнде зәрдерін ұстай алмай қалады. Так, келесі. Бүйректе ерімейтін тұздардың қалыптасуынан пайда болатын аурулар. Бұл бізде несептаз, немесе ғылыми аты бізде уролитиаз деп аталады. Уролитиаз. Бүйректе ерімейтін тұздар, ол неден пайда болады? Біз мысалы жеген любой ашты, тәтті тамақтың құрамынан мысалы бізде заттар дұрыс ерімей қалса, ол бізде бүйрекке барады, комок бізде тасқа жиналады. Вот сол кезде бізде уролитиаз, ол бізде осындай ауру пайда болады. Ол бізде бүйректің астауын да бітейді, осы несеп ағарды да барлығын бітейді. Бұл өте жаман балар. Бұл сізде несептаз, немесе уролитиаз. Полиурия бізде өте көп мөлшерде зәр шығару, полиурия. Бүйректің қабынуы бізде кіріп, бұл көбісінде нефрит бұл соған жаты көріп. Нефрит бұл сізде бүйректің бактериялық ауру. Қуықтың қабынуы бізде бағана айттық, цистит дедік. Зәр тоқтамау бізде бағана айттық, энурез. Так. Егер сізге осы сұрақты талдағанымыз ұнаса, онда описаниедағы сілтемені басып, курс туралы толық ақпаратты аласыз.